Кіріктірілген қоршаған орта мен көркем әдебиет ұйымдастырылған оқу қызметі. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын, ал сендер оның жауабын тауып көріңдер. Сылдырдан қорқады, шошынып жортады. Дұрыс, балалар, бұл қоян. Қоян қорқақ аң, орманда мекендейді. Қояндардың жауы көп, сондықтан да қояндар күзде түлейді. Сұр жүні түсіп, орнына ақ жүндер өседі. Себебі қыста жылы аппақ үлпілдек тон киеді. Бейғам елде іздейді, малдан күдер үзбейді. Қасқыр, жыртқыш аң, тістері өткір, көздері қырағы жақсы көреді. Сезімтал, өздеріне керекті жемтіктерін алыстан ақ иісінен сезеді. Орманда қасқыр үңгірде мекендейді. Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады. Дұрыс, балақай, бұл аю. Аю жыртқыш аң, бірақ ешкімге тиіспейді. Жазда жеміс жидек тереді. Аюлар күзде май жинайды, ал қыс бойы апанда ұйықтайды. Аюлар тоңғандықтан емес, жейтін қорегі таусылғаннан кейін ұйықтайды. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай-шу. Түлкі ақылды жыртқыш аң. Түлкінің терісі бағалы, терісінен тымақ тігеді. Оны түлкі тымақ дейді. Түлкі қыста ұйықтамайды. Тістері өткір, көздері қырағы жақсы көреді. Сезімтал, өздеріне керекті жемтіктерін алыстан ақ иісінен сезеді. Түлкі үнде тұрады, орманда мекендейді. Ағаштарға самғап бағам, отырып алып жаңғақ жарам. Тиін, орманда тіршілік ететін кішкентай ғана жануар. Ол ағаш қуысында тұрады. Жаз бойы қуысына жаңғақтар, саңырауқұлақтар жинайды. Тиіннің 30-ға дейін ұясы болуы мүмкін. Ал мен енді сендерге ертегі айтып берейін. Мұқият тыңдаңдар. Мақтаншақ қоян. Орманда бір қоян өмір сүріпті. Ала жаздай сайраңдап, тоғайдағы жеміс жидектерді теріп жеген ол, қыс түссе қарны ашып, ауылға арпа ұрлауға барады екен. Бір күні ол ауыл шетінде тұратын шаруаның үйіне ұрлыққа келеді. Қорасына кірсе, қаптаған қоян. Ол мақтана бастайды. Сендер үйде тұрсаңдар қайтейін, мен сендерден бәрібір артықпын. Менің мұртым мұрт ақ, сендердікіндей емес, ал табаным мен тістерім ше, сендердікі салыстыруға да келмейді. Мен ешкімнен қорықпаймын. Үй қояндары мақтаншақ қоянның қылығын қарға тәтелеріне айтып береді. Ол бөспе қоянды жазаламақ болып, іздеп тауып алады. Даңғой қоян шошып кетеді. Қарға тәте, тиіспеші, мен енді мақтанып, елдің мазасын алмайтын боламын. Солай де, босқа мақтанба. Елден ерекшелігіңді бос сөзбен емес, ісіңмен көрсет, дейді қарға. Арада біраз күн өткен соң, бірде қараса, әлгі қарғаны иттер талап жатыр екен. Жаны ашып кеткен қоян құтқармақ болады. Иттердің назарын өзіне аударады. Тұра жүгіреді. Қарғаны тастай салып, иттер қоянды қуа жөнеледі. Қоян қашып құтылады. Қоянның ерлігіне риза болған қарға оған келіп: «Рахмет саған. Сен мақтаншақ емес екенсің, мақтауға тұратын ер екенсің», деп ризашылығын білдіреді. Мнема кесте бойынша ертегіні айтып бер. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Қоян қалай мақтанады? Қоян қарғаға көмектесіп жақсы іс жасады ма? Қалай ойлайсың? Жарайсың, балақай.
Өте дұрыс айтасың. Балалар, сергіту сатын жасайық. Ұзын құлақ сұр қоян, естіп қалып сыптырды. Ойлы қырлы жерлермен атқып жүгірді. Балалар, ал енді ойын ойнайықшы. Бұл аңдар немен қоректенеді? Бал, Рыбу, балық, малину, таңқурай, шишку, бүршік, грибы, саңырау құлақ, ягоды, жидектер, орехи, жаңғақ. Тиын немен қоректенбейді? Қоян немен қоректенеді? Көрсет. Оның пайдасын айт. Болыңдар, келесі кездескенше.